Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Сол қазақ автокөліктің есімі Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Біздерге Грант автокөлігі келді. Ода бензинге дұрыс от алмайды. Енді біздер қазір от алмайды жасадық. Одан кейін көлік иесінің айтуы бойынша датчик температура щиток приборға шығарады. Мінекей достар, қараңыздар. Біздерде датчик температура көрсетпейді. Мінекей қарап отырыңыздар, мынада вольттікін көрсетеді, расходтық көрсетеді, скоростық көрсетеді, бірақ не көрсетпейді. Енді бұйырса осыны жасайтын боламыз. Әзірше мінекей бензинге өте жақсы от алып, өте жақсы мықты болды. Енді бұйырса қазір щиток приборға температура датчик шығаратын боламыз. Компьютермен салыстырып көрсететін болам. Қарап отырыңыздар, тамашалап. Так, мінекей достар, программаторға салып оқып алып жатырмыз. Мінекей міндетті түрде D-Flash пен P-Flash'те міндетті түрде оқып аламыз. Так, мінекей қазір оқып жатырмыз. Осыны оқып болып дайындалған программаны сосын қойып көлікте көрсететін боламын. Достар, мінекей біздер болдық. Мінекей 52 градус көрсетіп тұр. От алдырамыз. Енді біздер салыстыру үшін сканерге кіреміз. Так, кіремей. Біздерде қарап отырсақ, бұның температура датчик мінекей 51-8, бұнда 52. Бағана біздер бәрін қараған кезде функцияда көрсетпеді. Енді мінекей шықты. Жайлап көтергенін қарайық, бірге тамашалап. Бензинмен қызбай келген бұл, сосын щиток приборға температура датчикті шығарып беруді сұрады. Мұнда бізде 53 болып көтерілді. Мұнда 52-де 5 минус плюс кішкентай болады. Осылай достар, Грант автокөлігіне щиток приборға температураны көрсетіп тұратын қылып жасауға болады. Связьдамыз 775-881-11-16. WhatsApp-қа жазсаңыз, WhatsApp-қа жазсаңыздар, толық мәлімет беретін болам. Сау, аман жүрейік. Әрдайым сіздердің көліктеріңіз сіздерді далада қалдырмасын.